Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ешқандай дәмдеуіштің көмегінсіз дәмді етіп қуырылған картоп, яғни қазақша рецептпен қуырылған картопты бөлісетін боламын. Соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, құнды пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ол үшін алдымен картопты аршып, жуып, тазалап, турап, судан бірнеше рет жуып, көбірек жуып, крахмалын кетіріп, мөп-мөлдір болғанға дейін жуып, тазалап қоямыз. Картопты 4 тап немесе ұзыншақтап қалай турасаңыздар да өз ықтиярыңызда. Одан кейін бір тал пиязны турап аламыз. Пиязы молырақ болған жақсы. Онан соң 200 грамм қойдың құйрық майын жапырақтап турап аламыз. Етті де жұқалап жапырақтап турап аламыз. Етпеден пиязы молырақ болған жақсы. Онан соң қазанға ешқандай сұйық май құймай, құйрық майды салып шыжытамыз. Құйрық майдың майы шыққанша шыжытамыз. Майы шыққан соң пиязын салып қуырамыз. Пиязы жұмсарғанша біраз араластырып қуыратын боламыз. Одан соң етті салып қуырамыз. Ет сарғайып піскенше қуырамыз. Одан соң картопты салып қуырамыз. Картопты майда көбірек араластырып қуырып, сарғайып майын сіңіргенше қуырамыз. Дәміне қарай тұзы салып, араластырып қуырамыз. Картоп сарғайып, әбден майын сіңіріп пісейін деген кезде жарты кесе су құямыз. Одан соң қақпағын жауып, суы сарқылғанша бұқтырып қоямыз. Құйрық майменен осылай қуырсаңыздар өте дәмді болып шығады. Қолдағы бардан ешқандай дәмдеуіштердің көмегінсіз осылай да дәмді етіп қуыруға болады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнап жатса, каналыма жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар.